Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздермен ашық сабақта немесе жай ғана сыныпта оқушыларды сергіту үшін олардың қызығушылықтарын арттыруға арналған қызықты әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Біздің әдіс-тәсілдерді бастамас бұрын менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса, біздің бірінші әдісіміз бэкроним әдісі деп аталады, яғни сөзде берілген әріптер бойынша мағыналы сөйлем құрастырамыз. Сөздердің бастапқы әріптерінен басталуы қажет. Мысалға, алма сөзін алатын болсақ, алманың бірінші әріпі А, яғни адам басталатын сөзді аламыз. А алматыға, екінші әріп Л лайықты, үшінші әріп М мынадай, төртінші әріпі А апорт алмасы. Яғни әр әріптен басталатын сөздерді ала отырып мағыналы сөйлем құрастырамыз. Алматыға лайықты мынадай апорт алмасы. Немесе оқушылар, сонымен қатар мұғалімдер өз араларында танысуға осы әдісті қолдануға болады. Яғни оқушының атындағы әріптерді қолдана отырып, оқушы өзін басқа да балаларға сипаттай отырып, өздерінің таныстықтарын арттыратын болады. Біздің келесі әдісіміз бұзық телефон әдісі. Бұл әдіс негізінен сергіту сәті ретінде жүргізіледі. Шаттық шеңберге тұрып, бастаушы келесі адамның құлағына бір сөз сыбырлайды. Соңында бастаушыға қайта келгенде сол сөз жету керек. Кейін сөзді ауыстырып жіберген адам анықталады. Біздің келесі әдісіміз ыстық орындық әдісі деп аталады. Яғни сыныптағы кез келген оқушыны ыстық орындыққа отыруға шақырамыз. Ең маңыздысы өз еркімен шығу керек. Оқушы ортаға тұрған үстелге отырып, тапсырма бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтар баланың сұрақтарға жауап беру қажеттігін мұғалім түсіндіреді. Сұраққа жауап бере алмаған жағдайда күйді деп ескерту беріледі. Осылайша 5 немесе 6 оқушы ыстық орындыққа отыру арқылы үй жұмысын немесе жаңа сабақты қорытындылау бойынша сұрақтарға жауап береді. Екінші нұсқа бойынша ыстық орындыққа отырған оқушы сұрақтар қоя алады. Және де біздің соңғы әдісіміз шахмат әдісі деп аталады. Бұл шахмат тақтасының суретін пайдалану арқылы оқушылар бос ақ ұяшықтарға өз ойларын кезекпен жазады. Кейін ойларымен бөлісетін болады. Негізінен бұл әдісті ашық сабақтарда қолданған тиімдірек. Яғни көрнекілік арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттырамыз. Шахмат тақтасын іліп қойып, оның ақ бөліктеріне оқушылар өз ойларын стикерлерге жаза отырып ақ бөліктерге жабыстырады. Және де ең соңында барлығы біткеннен кейін оқушылар өзара келісе отырып, 3-4 оқушы шығып, неліктен олай жазғандығын ашып түсіндіретін болады. Осымен біздің бүгінгі әдістеріміз аяқталды. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.